Каналыма қош келдіңіз. Бүгін менде өте ерекше рецепт. Бұл печеньені бір жасағаннан кейін қайта жасайтын боласыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші кезекте бөлме температурасында ерітілген сары майға крахмал қосамыз. Менде жүгері крахмалы. Түйіршіктер пайда болмас үшін крахмал қосқаннан кейін жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте қант ұнтағы және бір жұмыртқа қосамыз. Егер сізде қант ұнтағы болмаған жағдайда, қантты жұмыртқамен бірге араластырып қосыңыз. Қант пен жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Қопсытқыш және ванилин қосамыз. Ең соңында електен өткізілген ұнды қосып, қамырымызды илейміз. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа 15-20 минутқа қоямыз. Қамырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Ыңғайлы болу үшін бірден пергамент қағазына жаюға кеңес беремін. Қамырымыз өте жұмсақ, тіпті жаюға ұнды қажет етпейді. Барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыз, себебі пеште ол әлі көтеріледі. Печеньені кез келген өзіңізге ыңғайлы формада жасасаңыз болады. Қыздырылған пеште 180 градуста қатты қызартпай пісіреміз. Шамамен 15-20 минуттай піседі. Енді қамырымыздың екінші бөлігін дәл солай жұқа етіп жаямыз. Канапеға арналған формалардың көмегімен ортасына ойықтар жасадым. Пеште 180 градуста пісіреміз, бірақ қатты қызартпаңыз. Печеньелеріміз дайын болды. Мен салмасына джем және шоколад пастасын қолдандым. Печеньеміздің астыңғы бөлігіне бір қасық салмат салып, екінші бөлігімен бетін жауып жабыстырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, ұнайтынына сенімдімін, себебі жасалу жолы өте оңай, ал құрамындағы заттар әрдайым үйден табылады. Сонымен қатар дастарханда өте әдемі көрінеді. Егер сізге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз және каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.